10-шы Конституцияның 5-ші бөлімдегі үкіметтің функцияларын айқындайтын тиісті бапта мемлекеттік бағдарламаларды бекітуге, сондай-ақ мемлекеттік комитеттерге қатысты өкілеттіктерді атап айтқанда олардың қызметіне басшылық жасау және актілерін қолдануы жою немесе тоқтата тұру өкілеттіктерін алып тастау ұсынылады. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне сәйкес мемлекеттік бағдарламалар бұл жүйенің құжаттары болып табылмайды. Мұндай бағдарламалар қажеттілігіне қарай әзірленіп бекітілетін болады. Қазіргі уақытта атқарушы билік құрылымдағы комитеттер орталық атқарушы органның ведомствосы болып табылады. Осыған байланысты оларды Конституцияда жеке атап өтудің орындылығы жоқ. 11-шісі Конституцияның тиісті бөлімінде Конституциялық соттың қызметін реттеу шеңберінде оның конституциялық бақылаудың жоғарғы орган ретіндегі мәртебесін бекіту қажет. Осыған байланысты Конституцияның 71-ші бабында Конституциялық сот ол конституциялық бақылау жүргізетін және бүкіл ел аумағындағы конституциялық үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз мемлекеттік орган деп бекітілуі тиіс. Сонымен қатар Конституцияның 71-ші бабында Конституциялық сотының төрағасы өкілеттік мерзім ішінде бір мезгілде Конституциялық сотының судьясы болып табылады, нақтылайды. 12-шісі Конституцияның тиісінші бөлімнің атауы әділ сот, прокуратура, құқық қорғау тетіктері деп өзгерту ұсынылады. Бұрынғы редакциясы соттар және сот төрелігі, прокуратура, адам құқықтары жөніндегі уәкіл. Келесі, Қазақстанда 21-ші жылдан бастап мамандандырылған әкімшілік соттардың енгізілуі құқық үстемдігі қағидатын нығайту мен мемлекет пен азамат арасындағы нақты тепе-теңдікті қамтамасыз етуге маңызды қадам болды. Осыған байланысты Конституцияда сот билігін әкімшілік сот ісін жүргізу арқылы жүзеге асырылатынын тікелей көрсету ұсынылады. Тиісті түзетуді Конституцияға енгізу әкімшілік соттарға конституциялық құқықтық мәртебе беріп жария құқықтық дауларда азаматтардың құқықтарын қорғау кепілдіктерін арттырады, әрі қоғамның сот билігіне деген сенімін нығайтады. 14-шісі құқықтық айқындықты қамтамасыз ету мақсатында Конституцияның 82-ші бабында жоғарғы соттың төрағасы өкілеттік мерзім ішінде бір мезгілде жоғары соттың судьясы болып табылатыны туралы нақтылау енгізіледі.